құлагер ма? Мен оның киносын көрдім. Ол маған жеткілікті сияқты. Негізінде киносында толық нұсқасы бермеген. Кітабын алып толық нұсқасын оқсаңдар, өздеріне тиімді. Ақын, қоғам қайраткері Ілияс Жансүгіров 1910-1917 жылдар аралығында Ақсу жеріндегі атақты Мамания мектебінде білім алады. 1920 жылы Алматыға келіп, мұғалімдікпен қоса Ташкендегі Қазақ ағарту институтының қысқа мерзімдегі курсын тамамдайды. 1925 жылы Мәскеуде коммунистік журналистика факультетіне түсіп, оны 1928 жылы аяқтап шығады. Елге оралған соң Еңбекші Қазақ газетінде, Қазақстан көркем әдебиет баспасында жауапты қызмет атқарады. Осы жылдары Сағанақ атты тұңғыш жинағы жарық көріп, оны замандастары мойындай бастайды. Ақын Ілияс Жансүгіров 1932-1934 жылдары Қазақстан жазушылар одағының төрағасы қызметін атқарады. Кек, Түркісіп, Исатай Махамбет драматургиялық шығармалары ақынның дарынын айғақтай түседі. Арда ақын Пушкин, Лермонтов, Горький, Некрасов, Маяковскийдің шығармаларын тәжірмалап, қазақ поэзиясының жауһарлары, жетісу суреттері, күй, дала, күйші, жолдастар сынды 15-ке жуық поэма жазады. Қаламгердің шоқтығы биік бірегей шығармасы «Құлагер» поэмасы. Ән дүлділі ақын серінің атақты құрағын жырға қосу арқылы сол заманның ащы зафранын тебірене толғайды. 1938 жылы жазықсыз жала жабылып, репрессияға ұшыраған ұл перзенті 1957 жылы ақталып, артында қалған мол мұрасы ұрпағымен қайта қауышты. Назарларыңызға «Құлагер» поэмасын ұсынбақпын. Бұл поэма ақынның ең соңғы шығармаларының бірі. Ақынның толысып, кемеліне келген шағында үлкен шабытпен жазған дүниесі. Ілиясты заманның әділетсіздігіне төзе алмай, соңында дәрменсіз қалған ақан серінің сұрапыл өмірі қызықтыра түседі. «Құлагер» поэмасының шоқтығы биік шығарма екенін дәлелдейтін тұсы, атақты Сағанайдың асын өткізілуінің аса шебер бейнеленіп, қазақ халқының ескі дәстүрін дәріптеуі. Осы асқа жиналған дүйім жұрт ақан серінің құлагерін көріп, жүйрігі жануардың қай жағында деп таңыс білдіріп, алғашқыда бітіміне көңілдері толмайды. Кейін құлагердің бабымен сынын күреңбай тап басып айтады. «Құлагер» поэмасы қазақтың дарынды әншісі ақан сері өмірдің трагедиялық тұсын шынайы суреттеу арқылы сол кезеңдегі замана шындығын, рухани дағдарысқа ұшыраған адамдар бейнесін толық аша білген ауқымды туынды. Осындай шығарманың туындауына себепкер болған поэзия құлагері, он қолынан өнер тамған шебер ақын Ілияс Жансүгіровті халық еш қашанда ұмытпақ емес. Назарларыңызға рахмет.